Балалар, қаны сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ма? Иә. Жақсы, қандай ертектерді біледі екенсің? Мысықшы, мақтағыз, шықшы, мақтағыз. Мақтағыз бен мысық, тағы Бауырсақ, ертегілерін, иә, жақсы, балалар көп ертегілерді біледі екенсіңдер. Енді біздің қазақ халқында салт дәстүрге байланысты, батырларға байланысты ертегілер өте көп. Мысалы, Алтын Сақа, Керқұлақты Кедейбай, тағы да басқа ертегілер өте көп екен. Солардың ішінде ең көп тарағаны балаларым Алдар Көсе мен Бай туралы ертектер екен. Алдар Көседе адамдардың барлығын алдайтын баласы Алдар Көсе деп кеткен. Алдар Көсе бірақ тек қана байларды алдайтын болған. Байларды алдап, олардың малдарын алдап тағып алды, кедейлерге, малы жоқтарға таратып беріп отырған. Мен алдармын, сақалымды талдармын, сақал түгел мұртта жоқ, мен алдармын. Амансың ба, Байеке? Амансың ба, Алдар Көсе? Қонақ болам. Біздің үйде тамақ жоқ. Мен мына таспен тамақ пісірем. Жарайды онда. Кішкентай бірден болғанда көже тәтті болар еді. Бесе бер. Көжем дайын болды. Бер бәріміз жейік. Сонымен балаларым, көрдіңдер ма? Алдар Көсе шық бермес Шырайбайдың барлық тамағын алдап шығартып алып, өзі де бір